Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін бауыр тортын дайындаймын. Мендегі қойдың бауырын жуып, тазалап, пленкасын алып, бірнеше бөлікке бөліп кестім. Одан кейін ыдысымызға салып, блендердің көмегімен езіп алдым. Енді үстіне 2 жұмыртқаны, 1 стакан сырдың сүтін, қара бұрышы мен тұзын қосып, керегінше ұнды және 1 ас қасық сұйық майды құйып, массамызды біркелкетіп араластырып аламыз. Дайын болғаннан кейін қызып тұрған табаның ішін майлап, осылай бір ожаудан құйып, өте жұқа етіп, алдымен осындай блинный дайындап аламыз. Менде бірнеше блинный дайын болды. Енді суығанға дейін салмасын дайындадым. Жуа мен сәбізді күштен өткізіп, кішкене майға қуырып, одан кейін су құйып бұқтырып қойдым. Дайын болғаннан кейін алдымен блинныйға майонезді жағып, одан кейін салмасын жағып, бірінен кейін бірін осылай қойып қайталадым. Сіздер де осы рецепт бойынша дайындап көрсеңіздер болады. Өте дәмді, өте тойымды бауыр торты дайын болады. Тортымыз дайын. Енді үстіне майонезін жағып, турап қойған ас көк пен көк жуаны осылай үстін әрлеп береміз. Ас болсын.